Соңғы 5 жылда 194 ауыл жабылды. Бұл үрдіс әлі жалғасуда. Ал бүгінге қалғаны 6147 ауыл. 1342 ауылдарда ауыз су жоқ. Ауыз су, жол, электр, жылу, медицина, интернет мәселелері әлі де шешім таппай отыр. Осындай жағдайда қалай сапалы өмір сүруге болады? Ауыл халқының 33% ғана өзіне жұмыспен қамтыған, табысы тұрақсыз. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында соңғы жылдары 1800 ауылда 5400 жоба іске асқанымен 4300-ден аса ауыл әлі де кезек күтуде. Алаңдарлық жағдай 1380 шекаралық ауылдардың тұрмыс тіршілігі. Бұл ауылдарда жылдан жылға халық саны азаюда. Шекарамыз адамсыз қалама дегенде қауіп жоқ емес. Осы орайда ішкі миграцияның күрт артуы да келеңсіз жағдай туғызып отыр. Өткен жылы қалаға 118 мың адам көшіп келген. Бұл шамамен 30 мың отбасы деген сөз. Бұларға мамандық, жұмыс, үй, мектеп, балабақша бәрі бюджеттен бөліну қажет. Бір ғана отбасыны қалалық стандартпен орналастыру үшін 67 миллион теңге қажет. Яғни қалаға көшкен ауылдықтар үшін 2 триллион теңгеден астам бюджеттен қаражат қаралады. Ал биылғы жылы қалаға 160 мың адам көшуі мүмкін деген болжам бар. Бұл шығынды кем дегенде 2-де 7 триллион теңгеге ұлғайтады. Сондықтан ауылдағы жағдайды бүгін шешпесек, қалаларға шамадан тыс жүктеме түседі. Жұмыссыздық, қылмыс, әлеуметтік шиеленіс артады. Бұл жөнінде мемлекет басшысы да өткен өз жолдауында алаңдаушылық білдірді. Мәселе мынада, үкімет қандай шешім қабылдаса да, бұл шығындардан құтылу мүмкін емес. Тек қаражатты қайда жұмсайтынымызды таңдайық. Ауылға жұмсасақ, адам ауылда қалады. Қалаға жұмсасақ, мәселе тек ұлғайып, проблема көбейеді.